Кітап сүйер қауым үшін жағымды жаңалық. Лев Толстой атындағы облыстық әмбебап кітапханасы қорындағы құнды әрі сирек кездесетін әдебиеттердің енді электронды нұсқалары қолжетімді. Назарбаев зияткерлік мектебінің шәкірттері арнайы мобильді қосымша ойлап тауып, қымбат қазына кітаптарды сандық жүйеге көшіруді қолға алған. Айтуларынша, мұндай бастама кітапхана оқырмандарының уақытын үнемдеп, әрі шұғыл ақпарат алуға мүмкіндік береді. Осылайша ұялы телефонға арнайы QR кодты түсіріп алып, санаулы секундтардан соң кітаптың электронды түрін оқи бересіз. Бұның бәрі смартфон немесе планшетте орнатылған бағдарламаға әдебиеттерді жүктеп, өзіңіздің мобильді кітапханаңызды жасауға керемет мүмкіндік. Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары тың идеяны жүзеге асыруға бір жылдай уақыт жұмсаған. Начали работать над социальными проектами умной одежды. Жасыратыны жоқ, бүгінде кітапханаларда техникалық, тарих, аймақтану жайындағы әдебиеттер тапшы. Кітап біреудің қолында болады, немесе оны іздеуге ұзақ уақыт кетеді дегендей. Осындай олқылықтардың орнын толтыру үшін арнайы мобильді қосымша әзірлеу туралы ой келді. Облыстық әмбебап кітапханасында әзірше 69 әдебиеттің электронды нұсқалары қолжетімді. Өңірлік баспасөз беттерін жаппай сандық жүйеге көшіру үрдісі де жалғасуда. Бұл өте керекті жоба. Жаһандық заманда компьютерлік технологиялар техникалық, әрі әлеуметтік салаларда кең қолданысқа ие. Қазіргі кезде дәстүрлі түрде кітап оқитындарды сирек кездестіресің. Көбінесе халық түрлі гаджеттер арқылы әдебиеттер оқиды. Сондықтан бізге Назарбаев зияткерлік мектебі ұжымы осындай бастамаларын ұсынғанда бірден қолдау таныттық. Электронды кітаптар Назарбаев зияткерлік мектебі оқушылары үшін үйреншікті құбылыс. Білім ордасының өнертапқыштары жаңа технологиялардың көмегімен оқу барысын оңтайландыруды барынша қолға алмақ. Назарбаев зияткерлік мектебінде енгізілді, және де бұл бағдарламамен қолданатын оқушылар саны да және мұғалімдер саны да бар. Негізінен олар робототехника және информатика пәні бойынша кітаптарды біз енгіздік, осы QR кодтарын, және де қазіргі таңда олар қолданысқа ие деп айта аламыз. Енді Назарбаев зияткерлік мектебі шәкірттерінің алдағы мақсаты жобаларын патенттеп алу. Жақын арада олар өз туындыларын Алматыда өтетін республикалық байқауда ұсынады. Данияр Сұлтанұлы, Руслан Жабаев, Қазақстан, Қостанай.